Сәлеметсіз бе көрермен? Шашыңыз түсе бере ме? Ендеше бүгін шаш түсуіне қарсы маска туралы айтамын. Келесі видеом тізе ауруының себептері туралы болмақ. Денсаулыққа пайдалы қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Бұл масканы бірінші қолданғанда шаш түсуі азаяды. Ал 4-5 реттен кейін шаштың түсуі тоқтап, бұрынғыдан жылдам өсе бастайды. Ол күшейіп, жылтырай түседі. Маска рецепті үшін керекті ингредиенттер: біраз қасық пияз шырыны, пиязды үккіштен өткізіп сығыңыз. Біраз қасық бал, бір жұмыртқа сарысы, 1-3 ас қасық лопух майы. Дайындау және қолдану: бәрін араластырасыз. Бұл өте сұйық масса болып шығады. Оны шаштың тамырына жағады. Ол үшін шашты бояуға арналған щетканы қолдануға болады. Жеткілікті болса, шашқа түгел жағуға да болады. Сосын душқа арналған қалпақ киіп, сүлгімен орап, 1 сағат күтесіз. Кейін шашты су сабынмен жуыңыз. Масканы аптасына 2 реттен 2 апта бойы жасайды. Шаш түсуі тоқтағаннан кейін оның өсуі үшін аптасына 1 реттен 2 айға дейін жалғастыруға болады. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.